Кері функция деп біз жалпы берілген функцияға тән тәуелділікті кері өрнектейтін функция деп атаймыз. Кері функциясы бар функцияларды біз қайтымды функция дейміз. То есть олар қайтымды. Және осы кері функцияны табу үшін біз белгілі бір алгоритм бойынша жүреміз ғой. Оның алгоритмі біріншіден біз осы берілген функцияның x пен y-тің орындарын алмастырамыз. Екіншіден біз осы y-ті x арқылы өрнектейміз. Енді осыған мысал қарастыратын болсақ, номер 1. Мысалы, y-тен x квадрат. Мұндағы x тиісті 0 мен плюс x-тің арасында. Енді біріншіде біз x пен y-тің орындарын алмастырамыз. x-тен y квадрат. И y-ті табамыз. y-тен түбірдің астына салатын болсақ, кетеді ғой. Түбір асты x. Енді екінші мысал. Мысалы, y-тен 5 косинус 2x. Осыдан орындарын ауыстырсақ, x-тен 5 косинус 2y. Мұндағы тұрған 5 өрнектің арғы бетіне бөлумен өтеді. Сонда косинус 2y тен x бөлінген 5. Енді косинус теңдіктің арғы бетіне бізде арк косинус болып өтеді ғой. 2y тен арк косинус x бөлінген 5. 2-де бөлумен жіберсек, y-тен 1 бөлінген 2 арк косинус x бөлінген 5. Сонымен, үшінші мысал. Бізде мысалы y-тен логарифм 7 негізді y минус 2 қосылған 3. Мұнда біз, x қой. Получается, мұнда біз y пен x-тің орындарын ауыстырсақ, x тең болады логарифм 7 негізді y минус 2 қосу 3. И осыдан 3-ті біз минуспен жібереміз. Логарифм 7 негізді y минус 2 тең x минус 3. Енді бізде бәріміз білетіндей бір формула бар ғой. Логарифм, мысалы, a негізді b тең c. Осыдан бізде шығады a-ның c дәрежесі тең b-ға. Осы формуланы біз мұнда қолданамыз. Сонда бізде 7-ның x минус 3 дәрежесі тең болады y минус 2-ге. Енді осыдан біз y-ті алып шығуымыз керек қой. y-тен 7-ның x минус 3 дәрежесі қосылған 2. Енді төртінші мысал. Біз енді функцияны дәрежесімен алатын болса, y-тен 5-дің x минус 1 дәрежесі қосылған 3. Мұнда дәл солай x пен y-тің орындарын ауыстырамыз. Сонда x-тен 5 y минус 1 қосылған 3. Енді бұл 3-ті минуспен жүрсек, x минус 3 тен 5 y-тің минус 1. Енді бізде 5-дің дәрежесін минус қой. Оны біз былай жаза аламыз. X минус 3 тен 5y бөлінген 5-дің 1 дәрежесі. Ол бөлінгішті қасиеттер ғой. Сонда бізде біз
осы бөлінісінде тұрған 5-ті көбейтумен жібере аламыз. 5 көбейтілген x минус 3 тең 5-тің y дәрежесі. Сонда біз дәл осы логарифмді қасиетті қолданып өрнекті өзгерте аламыз. Сонда бізде болады y тең логарифм 5 негізді 5 көбейтілген x минус 3. Енді 5-ші мысал. Енді біз функцияны бөлумен алатын болсақ, мысалы 2x қосылған 1 бөлеміз 4 минус 5x. Біз дәл солай y пен x-ін орындарын ауыстырамыз. Сонда бізде x тең болады 2y қосылған 1 бөлеміз 4 минус 5y. Осында бөлінісінде тұрған бөлшекті көбейтумен теңдіктің арғы бетіне жібереміз. Сонда бізде x көбейтілген 4 минус 5yx тең болады 2y плюс 1. Енді y-терді бір жаққа жинап алсақ, бізде минус 5yx минус 2y тең болады 1 минус 4x. Осыдан y-ті жақшаның сыртына шығарамыз. y минус 5x минус 2 тең 1 минус 4x. y-тен осы 1 минус 4x-ті бөлеміз минус 5x минус 2. Болды.